Олар бейбіт күннің қаһармандары, үнсіз батырлар. Аурухана табалдырығын аттаған сәттен бастап, өз өмірін емес өзгенің өмірін алдыңғы орынға қойған жандар. Олар жай ғана маман емес, үміттің соңғы шырағын сөндірмегендер. Қорқынышпен бетпе-бет келіп, әр сағат сайын адам өмір үшін күресті. Жансыз қалған көздерге қарап, дем үзілген сәттерге куә болып жүрсе де, өз сезімін ішке бүктеуге мәжбүр болды. Себебі олардың міндеті әлсіреген жанға күш, үміт үзілгенге тірек болу. Сынға ұшыраса да үнсіз қызмет ете берді. Бейтаныс адамның тынысы үшін түн ұйқыларын қиды. Шаршаса да ақ халаттарын киіп, тағдырлар үшін қайтадан күресуге оралды. Олар жұбатты, тыңдады, үміт сыйлады. Шаршады, бірақ тоқтамады. Қорықты, бірақ қайтпады. Себебі әр науқас бір отбасының үміті. Ол жай ғана кәсіп емес, ол жүрекпен атқарылатын қызмет. Рахмет сіздерге. Ақ халатпен бірге ар намысты да киіп жүргендеріңіз үшін.